Сізде пирожкиңіздің ортасы шикі шықса, міне сіздерге идеальный рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бала күнімде дәл осындай пирожкилердің біреуін алсам, буфеттен тоймай, екіншісін алып жейтінмін. Қазір өзімнің балаларыма пісіріп беремін. Ауысқан қамырына осындай пышный бауырсақ және духовкада капустамен осындай пирожки пісірдім. Ендеше менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен жылы сүтімізді құямыз ыдысымызға. Жылы суымызды, үстінен 2 ас қасық қантымызды саламыз, ашытқымызды саламыз және тұзымызды салдым. Қантпен бірге ерітілген сары майымызды және де 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, артынша бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Електен өткізіп болғаннан кейін ары қарай қолымызбен қамырымызды елейміз. Қамырымыз егерде елеп болғаннан кейін қолға кішкене жабысып тұрса, үстінен тағы да 1-2 ас қасық сұйық май құйып жібересіздер. Одан кейін бізде қамырымыз дайын болады. Міне қараңыздар, тестінің өзінен көрініп тұр, жұп-жұмсақ болып шығады. Ары қарай бұны жарты сағатқа ашытуға көтерілуге қалдырамыз. Ол арада бізде картобымызды дайындаймыз, пісіріп. Өзіңіз қалаған начинканы қолдансаңыз болады. Мен картоптың қасына осындай бір пиязымызды осылай қуырып алдым. Енді оны картобымызға қосып, үстінен тұз бұрышын дәміне қарай саламыз. Қалаған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Енді ары қарай езетін боламыз картобымызды. Менде картоп езетін арнайы насадка болмағандықтан оқтаудың көмегіне сүйендім. Міне енді қамырымыз көтерілді. Көрдіңіздер қандай пышный болып шығатын. Енді оны 2 бөлікке бөліп алдым. Осындай жгут жасап, бөліктерге бөлеміз. Менде бір бөлігінің өзі 50 грамм болды. Орташа үлкендікте болды. Сіздер егерде кішілеуін қаласаңыздар, 40 граммнан алсаңыздар болады. Енді ішін осылай жайып болғаннан кейін ішін картоп салып, жан-жағын осылай түйіп аламыз. Тек қана ортасы жұқа болып кетпеу керек, жаны қалың болмау керек. Енді майымызды қыздырып қойып, осылай кішкене көтеруге қалдырамыз. 5 минутқа, содан кейін осылай екі жағын айналдырып пісіріп аламыз. Пирожкилердің өзі пісіп жатқанның өзінде белгілі, қалай ашығаны, қалай көтерілгені. Екінші жағында қызартып аламыз. Осылай екі жағын қызартып, барлық пирожкилерді пісіріп аламыз. Мен жаңағы 2-ге бөлген қамырдың бір бөлігін ғана пайдаландым. Екінші жағын алып қойдым. Міне қараңыздар, қандай жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ешқандай өкінбейсіздер. Ол пирожкидің қазір ортасын бөлгенде де көрініп тұр. Қараңыздар енді. Қараңыздар, ешқандай шикі болған жоқ. Енді ары қарай келесі күні осындай пышный бауырсақтармен, капустамен духовкада пирожки пісіріп алдым. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған сандуғаш. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.